көшпенділерді қайттан мен оқып жатырмын. Одан кейін мынау Тамерланның несі әскери Тамерлан деген үлкен кітабым бар орысша. Соның әскери несі жорықтары, оның жоспарлары, Тамерланның мынау стратегиясы, соның барлығын қазір қарап неғылып жатырмын жан-жақтан. Енді былай қарап тұрсаң, бүйтіп отырып алып кітап оқуға көп уақытымыз да жоқ. Бар болған суббота воскресенье уақытым бар. Азанна кешкі 6:30-7:00-ге дейін мен осындамын. Мен керек десеңіз өзім кабинетіме де кіретін уақытым жоқ. Себебі 16 жұмыс тобының мүшесімін. Әрбір жұмыстан сорпамыз ағызып, кәдімгідей шығамыз. Тер болып шығамыз. Одан кейін 7-те шыққаннан кейін бала шағамызды балабақшадан алып, тамағымызды ішіп 8-9-дарда жатамыз. Кітап оқуға шамамыз жоқ. Тек суббота воскресенье күн көшпенділерді қарап шығам, беттерін. Батыйда өткенде мен өткен аптада бір қарап шықтым. Одан кейін қазір бірнеше Қожамжаров Қайрат деген кім бұрынғы антикордың басшысы бар. Соның «Кто убийца» деген кітабын сатып алдым. Соның 13 бетін қазір оқып шықтым. Енді бастадым. Сондықтан да мен біртіндеп осы кітап оқуға қазір балаларымды да кішкене былай тартып жатырмын. Себебі өкінішке орай біз кітап оқудан жалыққанбыз. Кітап оқуды тастадық. Кітап оқу цифрлық өмірге YouTube, Instagram, TikTok балаларымыздың санасын алып кетті. Соның кесірінен қазір балаларымыз не оқуда да үлкен жетістікке жетпейді, не ойлау қабілеттілігінде де үлкен өзгерістер орын алып отыр. Жалпы мінез құлқы да өзгеріп отыр балалардың. TikTok, Instagram не деп отыр? Roblox дейді, Minecraft дейді ойындарды. Міне сондай мінез құлқы да өзгеріп отыр. Сондықтан да жасөспірім балаларды кітапқа баулауымыз керекпіз. Мен жастайынан Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, шешендік сөздері, Бұқар жыраудың нелері, өлеңдерін, жаңағы Ақтанберді, Шалкиіз, Жиенбет жыраулардың жырауларын, одан кейін барлық әңгімелерді менің 94 жастағы апама күнделікті оқып отыратынмын. Мен осы 18 жасқа дейін толғанша сөйтіп жаңағы өзімнің тілімді де, немді де кішкене жақсартқам сол жас кезінде.